Бразилия шынымен де өте үлкен жер. Ол соншалықты үлкен. Оған Еуропаның көп бөлігін сыйғызып, үлкен қалпаққа да орын қалады. Адамдар Бразилияны ойлағанда көбінесе бірнеше нәрсені елестетеді. Олар Рио-де-Жанейро көшелеріндегі жарқын костюмдері мен тоқтаусыз билері бар карнавалдың үлкен мерекесін елестетеді. Олар футболды кейбіреулер айтатындай, әлемнің қалған бөлігіне әділетсіз болып көрінетін сиқырлы шеберлікпен ойналатын ойынды ойлайды. Және әрине, олар Оңтүстік Американың жылы күні астында әдемі адамдар демалатын шексіз, күнге күйген жағажайларды ойлайды. Бұл Бразилияның әлемге сататын бейнесі, таза қуаныш пен мерекелік ашық хат. Бұл ел, ұлы үстемдіктер орны. Онда Амазонка өзені бар, ол жай ғана өзен емес. Ол келешекте ірі өзеннен де көп су тасымалдайтын алып, кең су жолы. Онда сонымен қатар Амазонка тропикалық орманы бар. Ол соншалықты тығыз және жұмбақ жасыл шөл дала. Оның кейбір бөліктері сырттан келгендер үшін әлі де зерттелмеген. Бұл географиясынан бастап мерекелеріне дейін бәрін үлкен масштабта жасайтын жер. Бразилия ештеңені жартыкеш жасамайды деген сезімде боласың. Ол әлемдегі ең үлкен фестивальді өткізсе де, жай ғана құмда тыныш түстен кейінгі уақытты өткізсе де, бәрін толықтай жасайды. Бірақ Бразилия өзінің әйгілі жерлері мен мерекелерінен әлде қайда көп. Бұл мәдениеттердің қайнаған қазаны, Еуропа, Африка және жергілікті қауымдастықтардан шыққан адамдардың ғасырлар бойы араласқан қоспасы. Бұл қоспа оның тамағында, музыкасында және адамдарының жылы, қонақжай табиғатында көрінетін бірегей ұлттық бірегейлікті қалыптастырды. Қайда барсаң да, ырғаққа, керемет жұқпалы өмір салтына тап боласың. Бұл ел өзінің ырғағымен қозғалатын сияқты. Тіпті екі сол аяғың болса да, сені қосылуға шақыратын нәзік самба. Алайда, жұмақтың осы жарқыраған бетінің астында басқа, күрделірек оқиға бар. Бразилия, қарама-қайшылықтар елі. Мұнда үлкен сұлулық, елеулі қиындықтармен қатар өмір сүреді. Бұл таңертең таңғажайып табиғи ғажайыптарды көріп, түстен кейін терең қиыншылықтарды көруге болатын ел. Бразилияны түсіну бұл монетаның екі жағына да қарауды білдіреді. Бұл жарқыраған күнді бағалауды, сонымен қатар оның ұзын көлеңкелерін мойындауды білдіреді. Бұл орасан зор және қызықты ел, жұмақ пен хаостың оқиғасы, көбінесе бір көшеде кездеседі. Бразилия туралы оның табиғи сұлулығын сипаттамай айту мүмкін емес. Мысалы, жағалау шексіз жалғасатын сияқты. Ол мыңдаған шақырымға созылып, бір-бірінен кейін тамаша жағажайларды ұсынады. Рио-де-Жанейродағы Копакабана мен Ипанеманы ойлаңыз. Бұл жай ғана құм жолақтары емес, бұл өмір күнделікті орындалатын мәдени сахналар. Адамдар волейбол ойнайды, жаңа кокос суын ішеді және жай ғана атмосфераны сезінеді. Құм жұмсақ және ақ, су жарқыраған көк түсті, ал күн жылы, достық құшақ сияқты сезіледі. Бұл сізді неге басқа жерде тұрамын деп ойлататын орын. Содан кейін Амазонка тропикалық орманы бар. Ол соншалықты кең және тірі, ол бөлек планета сияқты сезіледі. Оны жиі жердің өкпесі деп атайды, және бұл дұрыс. Бұл орасан зор джунгли әлемдік оттегінің үлкен мөлшерін өндіреді. Онда көптеген өсімдіктер мен жануарлар бар, олардың көпшілігі планетаның басқа еш жерінде кездеспейді. Бас үстінен ұшатын түрлі түсті макақтарды, ағаштар арасында тербеліп жүрген бұзақы маймылдарды, және тіпті бұталар арасында жасырынып жатқан ұялшақ ягуарды елестетіп көріңіз. Амазонкаға бару, табиғаттың орасан зор күші мен күрделілігі алдында өзіңді кішірейгендей сезіну, шынымен де ұмытылмас тәжірибе. Бразилиядағы мәдениет оның ландшафты сияқты бай және жарқын. Әсіресе музыка, елдің жүрек соғысы. Сізде күн батқанды музыкаға салғанда естілетін босса, нованың нәзік тербелген ырғағы бар. Содан кейін самбаның энергиялы, жұқпалы ырғағы бар. Ол физикалық тұрғыдан орнында тұруға мүмкіндік бермейді. Бұл музыка барлық жерде кафелерден шығып, көлік радиоларында ойнап, қоғамдық алаңдарда тірі орындалады. Бұл Бразилия өмірінің саундтрегі, ұлттың тамырларында ағып жатқан қуаныш пен құмарлықты үнемі еске салады. Бұл өмірді әр нотамен тойлайтын мәдениет. Әрине, адамдар да бар. Бразилиялықтар жылылығымен және достығымен әйгілі. Олар сізді бірден қарсы алатындай әсер етеді. Бұрын көрмеген ескі досың сияқты. Олар күлкілерімен және уақыттарымен жомарт. Қонақжайлықтың бұл рухы, шынайы мейірімділік, Бразилияның ең әдемі бөлігі болуы мүмкін. Бұл орасан зор табиғи ғажайыптар елінде де ең үлкен қазына,
адамдар арасындағы байланыс екенін еске салады. Бұл адамдық жылу әдемі жерді үй сияқты сезінетін орынға, жердегі нағыз жұмаққа айналдырады. Барлық сұлулығына қарамастан, Бразилия өте күрделі мәселелермен күресіп келеді. Ең айқын мәселелердің бірі үлкен теңсіздік. Рио-де-Жанейро және Сан-Паулу сияқты үлкен қалаларда сіз биік, сәнді пәтерлерді кең фавелалардан немесе кедей кварталдардан аз қашықтықта көре аласыз. Бұл қауымдастықтарда көбінесе таза су, тиісті санитария және сенімді электр энергиясы сияқты негізгі қызметтер жоқ. Миллиондаған адам кедейлікте өмір сүріп, керемет байлықтың көлеңкесінде күнкөріс үшін күреседі. Бұл айқын қарама-қайшылық қалалық ландшафттың тұрақты, болдырмас ерекшелігі және терең әлеуметтік шиеленістің қайнар көзі болып табылады. Бұл теңсіздік көбінесе тағы бір үлкен мәселені, қылмысты тудырады. Бразилиядағы қылмыс туралы естіген әңгімелер, өкінішке орай, жиі шындыққа жанасады. Ірі қалаларда көше қылмысы елеулі мәселе болуы мүмкін, және келушілерге әрқашан заттарына мұқият болуға кеңес беріледі. Бірақ мәселе ұсақ ұрлықтан әлдеқайда терең. Ұйымдасқан қылмыстық топтар көптеген қауымдастықтарда, әсіресе фавелалар ішінде күшті ықпалға ие. Бұл бейбіт өмір сүргісі келетін қарапайым, еңбекқор адамдардың өміріне әсер ететін зорлық-зомбылық цикліне әкеледі. Қауіптің тұрақты болуы көптеген адамдар үшін күнделікті өмірге алаңдаушылық қабатын тудырады. Бразилияның ең үлкен байлығы қоршаған орта да қауіп астында. Керемет Амазонка тропикалық орманы қорқынышты жылдамдықпен жойылып жатыр. Жыл сайын мал шаруашылығы, соя өсіру және заңсыз ағаш кесу үшін үлкен аумақтар тазартылады. Бұл ормандардың жойылуы сансыз түрлердің мекендеу орындарын жойып қана қоймайды. Сонымен қатар, жаһандық климаттың өзгеруіне де ықпал етеді. Қалаларда ластану тағы бір елеулі мәселе. Өзендер өндірістік қалдықтармен ластануы мүмкін. Ал ірі қала орталықтарындағы ауа сапасы нашар болуы мүмкін. Бразилияның табиғи қазыналарын болашақ ұрпақ үшін қорғау елдің бүгінгі таңдағы ең үлкен қиындықтарының бірі. Сонымен қатар, күнделікті өмірді басқару хаотикалық тәжірибе болуы мүмкін. Бюрократия ақылға сыймайтын баяу және күрделі болуы мүмкін. Қарапайым тапсырмаларды үлкен істерге айналдырады. Үлкен қалалардағы қоғамдық көлік жүйелері жиі толып сенімсіз болады. Бұл миллиондаған адамдар үшін қарапайым қатынасты күнделікті күреске айналдырады. Бұл реніштер Бразилияда өмір сүру шындығының бір бөлігі. Олар жұмақпен қатар өмір сүретін хаос. Көптеген бразилиялықтар үшін өмір бұл кедергілерді жеңуге бағытталған тұрақты күш, оларға қарсы жұмыс істейтін сияқты көрінетін жүйедегі шыдамдылық пен төзімділіктің күнделікті сынағы. Бразилияда өмір сүру, жұмақ пен хаос арасындағы кеңістікті үнемі шарлауды білдіреді. Бір сәтте сіз таңғажайып жағажайда кайпиринья ішіп, жердегі ең тамаша жерде жүргендей сезінуіңіз мүмкін. Келесі сәтте сіз хаотикалық кептелісте қалып қойыңыз, немесе елдің соңғы саяси немесе экономикалық мәселелері туралы газет тақырыбын оқуыңыз мүмкін. Сұлулық пен қиындық арасындағы бұл тұрақты ауысу күнделікті өмірдің анықтаушы сипаты. Бұл жақсы сәттерді керемет қарқынмен бағалауды үйренетін жер, дәл сол себепті қиындықтардың ешқашан алыс емес екенін білесің. Бұл екі жақтылық бразилиялықтарды терең өзгертеді. Олар қиындықтардың ортасында қуаныш табудың тамаша қабілетін дамытты. Бұл мәселелерді елемеу емес, бұл олардың жеңуіне жол бермеу. Бұл толы автобуста кенеттен самба кешінің басталуына, немесе көршілердің ортақ қиындықтарына қарамастан, көше фестивалін ұйымдастыруына мүмкіндік беретін рух. Бұл төзімділік, өнердің бір түрі, жиі қатал және кешірімсіз болуы мүмкін. Әлемде бақыт пен қауымдастық қалталарын құру тәсілі. Бразилияның болашағына ең үлкен үміт беретін дәл осы рух. Адамдардың оптимизмге деген керемет қабілеті және өз еліне деген терең сүйіспеншілігі бар. Олар мәселелерді біледі және өзгерісті талап етуден қорықпайды. Қоршаған ортаны қорғау, жемқорлықпен күресу және әділдік пен теңдікке негізделген қоғам құру үшін жұмыс істейтін адамдар қозғалысы өсіп келеді. Карнавал немесе футбол матчы кезінде көретін энергия мен құмарлық жақсы болашақ құруға бағытталуы мүмкін. Дәл сол энергия мен құмарлық. Бұл ешқашан бағаланбауы керек күшті күш. Ақыр соңында Бразилияны оңай қорытындылау мүмкін емес.
Бұл әдемі, күрделі және мүлдем таңқалдыратын ретсіздік. Бұл мәселелері бар жұмақ және таза бақыт сәттеріне толы хаотикалық жер. Бірақ ең бастысы, бұл өз халқымен және олардың сынбас рухымен анықталатын ұлт. Олар хаосқа қарсы тұратындар, айналасындағы жұмақты бағалайтындар, және елдің орасан зор әлеуетін ашудың кілтін ұстайтындар. Және бұл, менің ойымша, Бразилияны бүкіл планетадағы ең үмітті және қызықты жерлердің бірі етеді.